Сәлем достар, біз қазір өте дәмді, өте жұмсақ бауырсақ пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керегі сүт, ұн, тұз, дрожж, секер, шемешкі май. Егер де түсініксіз болып жатырса, описаниядан оқуларыңызға болады. Ең бірінші жылы сүтімізді құйып аламыз. Содан кейін қантымыз бен дрожжымызды салып, жақсылап секер ерігенше араластырып аламыз. Міне уже араластырып болдық. Содан кейін банағы тұзымыз бен шемешкі майды салып жіберіп, тағы да араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды салып жіберіп, жұмсақ қамыр илейміз. Міне жүмсақ қамырымызды илеп болдық. Содан кейін бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп болды. Енді бауырсақты пісіруге кірісеміз. Кесіп болды. Енді қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Біздің жұмсақ бауырсағымыз дайын. Сіздер де осы рецептен пісіріп көріңіздер. Каналға тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да рецепттермен бөлісетін боламыз.